Сәлем қыздар, бүгін сіздермен қаттаманың рецебімен бөліскім келеді. Қатарлақ әрі қапталған қамырлары бар. Ол үшін 500 грамм ұнға нан сода себеміз, тұзды суымызды құямыз, жылы осылай араластыру арқылы илейміз. 1 келкі массаға дейін, немесе қолмен елесеңіздер де болады. Одан кейін әбден 1-2 минуттай басу керек, елеп иіқану керек. Иіқанған тесто күшті жайылады. 2-ге бөліп аламын. 2-ге бөліп алғаннан кейін оны мен салфанға салып қоямын. Үстіне орамал жауып қойсаңыздар жақсы тынады. Тынған тестоның біріншісін алып жаямыз осылай. Мен крахмал сеуіп жаямын. Сіздерде крахмал болмаса, онымен жая берсеңіздер болады. Тесто дөңгелек болу үшін оқтаудың екі жақ шетін басу арқылы жайсаңыздар, тестоның үстінен емес, сол кезде әдемі жайылады. Осындай тесто пайда болды, оны алып тастаймыз. Мен екінші тестоны жайып жатырмын уже. Екінші тестоны жайып болғаннан кейін сармай ертіп алған кішкене суыған сармайыңызды жағасыз, үстіне екінші тестомызды қоямыз, оның да үстіне жеткізіп, барлық жеріне жеткізіп, сармайымызды жағамыз да оқтаумен ораймыз. Оқтаумен орағаннан кейін оны 2-ге бөлеміз. Бұл бөліп алған жерімізді енді 3-ге теңдей қылып бөлеміз. Екі жақ шеттен айналдырып орап алып келеміз де теңге 2-ге бөлеміз. Сіз 2-ге бөлген кезде үлкенірек болып кетеді. Сондықтан мен өзім средний болған қаладым да, мен оны тестоны 3-ге бөлу арқылы жасадым. Менде барлығы 13-түк шықты. Осылай дөңгелетіп аламыз. Одан кейін оны да сізде не бар? Он болса онға, болмаса крахмалға жайғаныңыз дұрыс. Крахмалға жайған кезде көп жауаспай жақсы жайылады. Одан кейін табамызды қыздырып аламыз. Немесе ауылда жерде пеште тұратын қазан болса, оған мүлде күшті піседі. Мен осы табаға қаттама пісірамын. Сарымсақ қосып орауға да болады, және майлап орадық қой, сол кезде біздің үйдегілер ондай балалар сарымсақ жемегендіктен қоспадым. Өте дәмді қатпарлы тесто, қытырлақ, дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, оңай рецепт. Ұн, су, тұз және сармаймен ортасын майлайсыздар. Өте оңай рецептпен бөлісіп отырмын қыздар. Жоғалтып алмау үшін маған жазылып қойыңыздар. Лайк, комментарий күтемін. Бізде осындай әдемі қаттама шықты. Ас болсын.